Құдайға телефон соққан бала. Киімі мұнтаздай таза жігіт алта телефонмен әлдекіммен сөйлесіп келе жатып, бейтаныс ауланың маңына аялдаған. Сол арада ойнап жүрген балалардың бірі оны көре сала ағатайлап қасына жетіп келді. Аға, сіздің телефоныңыз iPhone ба? Иә, солай. Артында жарты алманың суреті бар ғой, иә? Бар екен. Онда маған iPhone'ыңызды бере тұрасыз ба? Оны неғылайын деп едім. Неге менің телефоным? Өйткені сіздің телефоныңызбен барлық жерге сөйлесуге болады. Ең күшті телефон ғой, iPhone деген. Деп, балақай ойнап жүрген бір досын дауыстап шақырды. Самок, Самок, бері келші. Мына ағайда сен айтқандай телефон бар екен. Бет аузы ойын қызығынан күйгелеш болған жас шамасы алтылардағы қағылез бала шығып келді. Сен айтқан телефон осындай емес пе? Қарашы, деді бала досының жеңінен тартып. Алмасы бар ма? Алтын түстес пе? Деп пысық бала мұның қолындағы телефонды көргісі келіп бара жатыр. Иә, бәрі сен айтқандай бұл iPhone ғой, дейді бірінші балақай. Мұнда осы телефон. Дәл өзі. Саған керек де осы iPhone. Деп, ол бала қайтадан ойналана жүгіріп келді. Ағай, телефоныңызды 1 минутқа, тіпті одан да аз уақытқа бере тұрасыз ба? Сөйлесейін деп едім. Өте маңызды бір шаруамды айтып керек болып тұр. Ал бұл маңайда біздің көршілерімізде сіздікіндей телефон жоқ. Өтінем, бересіз бе? Деп жалына сұраған балаға телефонына сондай мән беріп, жолын бөгеген бұл жағдайға әлі түсінбей таң қалған жігіт ағасы не дерге білмей күлімсірей берді. Қызық екен, сөйлесу үшін кез келген телефон жарайды емес пе? Неге міндетті түрде менің телефоным керек бола қалды? Ой, ағай, сіз түсінбейсіз. Өйткені өзіңізде осындай мықты телефон болғансын мән бермейтін шығарсыз. Сәмек айтады, басқа телефондар әлсіз, жарамайды деп. Тек сіздікіндей iPhone керек. Әйтпесе мен сізге бұлай жабыспайтынмын. Бар болғаны 1 минут. Жоға жарты минут қағатай. Осы арада сөйлесем. Қорықпаңыз. Алдамайым. Беріңізші енді. Егер алдап алып қашатын кетеді десеңіз, міне менің үйім. Мен сөйлесіп болғанша қолымнан ұстап қалдым. Жақсы балақай. Ала ғой. Өзің мұны пайдалануды білесің бе? Жоқ, білмеймін. Да көрмедім. Сіз маған көрсетіп жібермейсіз бе? Көрсетейін. Сонда кімге телефон шаласын? Ол кісінің нөмірін білесің бе? Айта ғой, мен тезірек теріп берейін. Аға, нөмірі жоқ. Ендеше қалай сөйлеспексің? Қазір ағатай, мен сұрап қайтайын. Самок, Самок, деп бала тұраға шапты. Алдыңғы баламен сөйлесіп қайтадан жүгіріп. Аға, нөмірдің қажеті жоқ дейді. Осы телефон қосулы болса болды. Өйткені бұл телефон iPhone ғой. Өзінің ішіндегі функциясы бар дейді. Сөзіңді айта бересің. Ол естиді. Солай деп Самок досым айтты. Беріңіз, мен тез. Деп балақай ентіге демалды. Күтпеген тұстан пайда бола қалғандай жолын бөгеп, телефонын сұрап қоймаған бұл бейтаныс пысық баланың қылығына қайран қалып, жолынан қалған адам сағатына қарады. Мен біраз уақыт жоғалттым. Бәлкім келесі жолы, деп баланың бұл ісін ойынға балаған азамат кетуге ыңғайланды. Ағатай, сіз кетсеңіз менің шешем ауруынан жазылмай қалуы мүмкін, деп шыр ете түспесі бар ме баланың. Сіз сәл күтсеңіз, мен тез айтамын да телефоныңызды қайтарамын. Бұны естіген соң адам шошып кетті. Қалтасына салған телефон суырып қосты бала ұзын. Бала оң қолына телефонды алып, сол қолына ағайынның алақанын апарып ұстай алды.
Әдемі телефонды кішкентай уысына сыйғызып алмай сәл қызықтап тұрып алған бала оның құлағына жаймен апарып: алло, алла тағала, менің атым Жомарт, жасым 5-те, Сәмөктің досымын. Менің саған айтайын дегенім бар ғой. Менің мамам қатты ауырып ауруханада жатыр. Оған бүгін бе, ертең бе ота жасайды дейді. Әкем соны уайымдап отыр. Егер мамам үйге оралмаса, онда біз жетіп қаламыз. Қарындасым Қарлығаш әлі кішкентай. Сен біздің мамамызды ауруынан жазып берші, өтінемін. Үйде мамам болмаған соң жөндеп тамақ іше алмадық. Әкем күндіз жұмыста, ол дұрыстап тамақ істей алмайды. Оған анамсыз өте қиын болып жүр. Қарындасым Қарлығаш әлі кішкентай. Сен біздің мамамызды ауруынан жазып берші, өтінемін. Үйде мамам болмаған соң жөндеп тамақ іше алмадық қой. Әкем күндіз жұмыста, ол дұрыстап тамақ істей алмайды. Оған анамсыз өте қиын болып жүр. Мен бір жақсы ағайдың айфонымен айтып тұрмын. Егер қажет десең, жауапты сол кісіге айтарсың. Ол аға қазір менің қасымда тұр. Аға өте асығыс. Онсыз да мен уақытын алдым. Рахмет саған. Мамамды тезірек емдеші. Біз күтеміз. Сен аласың ғой. Қолынан бәрі келеді. Жақсы. Енді мен саған телефон шала алмаймын. Себебі менде мұндай телефон жоқ. Деп жылдамдатып сөйлеп, телефонды есінде ұсынғанда ақ жағалы азамат көз жасына ие болмай үнсіз егіліп тұрды. Иә, бұл адам Жомарт пен Қарлығаштың анасы жатқан аурухананың хирургі болатын. Баладан шешесінің аты жөнін сұрап өзіне мұқият жазып алды да, кетерінде баланың басына сипап былай деді: Жомарт, сен өте жақсы баласың. Сенің достарың да тамаша. Алла тағала сенің сөзіңді естіді деп сенемін. Және қарындасың екеуің жетім қалмайсыңдар. Олай ойлама. Алла саған сөзсіз жауап қайтарады. Оны мен саған өзім міндетті түрде хабарлаймын. Жақсы ма? Ал қазір бара ғой. Айтпақшы, мә, мына ақшаға достарымен бірге балмұздақ алыңдар. Сөйте ғой. Деп ақ өзінің жасын жеңімен сүртіп, үйдің тасасына сінеп берді. Жомарт қолындағы теңгеге бір үні жарықшақтанып, толқып кеткен ағайынның кеткен жағына бір қарап тұрды да артынан айқайлады: Ағай, сізге көп рахмет. Сіз өте жақсы адамсыз. Үй тасасындағы дәрігер баланың бұл сөзін еміс-еміс болса да естіді. Естіген бойда жылады. Жымиды. Дағы жылады. Жомарт бұл сәтте достарына қарай тұра шапты. Балалар, жаңағы ағай жақсы, бізге балмұздақ алыңдар деп ақша тастады. Міне, кет деп мәз. Балалар да улап-шулап қуанып, оның артынан жүгірді. Сәмөк дейтін естерлауы Жомарт. Ол кісі шынымен де жақсы кісі екен. Құдаймен сөйлесуге айфонын берді. Енді сенің маман тәуір болып кетеді, деп дауыстайды. Барлығы көшені бастарына көтере айғайлап жүгіріп барады. Арада бірер күн өткенде балалар тілімен айтқанда, жақсы ағай, яғни дәрігер Тәңірберген Дулатұлы Жомарттың үйін іздеп келді. Балалар аулада жүр екен, бірақ араларында Жомарт жоқ. Сәмөк, сенің атың солай емес пе еді? Саматпын ағай. Жомарт үйінде қарындасын бағып қалды. Ал әкесі Қанат аға ауруханаға кеткен. Білемін. Маған пәтерін көрсетіп жіберші, деп дәрігер Саматтың соңына ілесті. Есіктің қоңырауын басқан Самат дауыстап жатыр. Жомарт, саған жақсы ағай келіп тұр, есігіңді аш. Есік ашылғанда табалдырықта 2 жасар қарындасын жетегіне алған Жомарт тұр. Жүзінде таңданыс бар. Жақсы ағайдан жақсы хабар күтіп тұрғаны көзінен көрінеді. Ағайы көп күттірмеді. Жомарт балам,
Сендердің аналарының жағдайы жақсы. Отаны шүкір өткірді. Қазір оңаша палатада демалып жатыр. Жанында әкеңіз бар. Ештеңеге алаң болмаңдар, деп қарлығаштың басынан сипады. Жақсы ағай, сіз мұның бәрін қайдан білесіз? Сізді Алла жұмсады ма маған? Осының бәрін айт деп. Иә, жомарт. Өзі де солай. Жарайды, мен барайын. Айтпақшы, мына телефонды сенде болсын. Саған сыйлығым. Сау боп тұрыңдар. Деп дәрігер кішкентай қарлығаштың шашынан бір сипап балаға телефон ұсынды. Енді бұрылып үйден шыға бергенде балалардың әкесі де келіп қалды. Тәңірберген Дулатұлы, сіз мұндасыз ба? Деп таңырқап жатыр. Иә, мен осы арада өтіп бара жатқанмын. Балаларыңызға анасының амандығын айтып, сау саламатта болыңыздар. Жұбайыңыз жазылып кеткенше бір айдай болатын болар. Бәрі жақсы болып жатса, үйге шығарамыз. Келіп тұрсыз ғой әзірге, деп шығып кетті. Самат та оның алдына түсіп, алып әлденелерді айтып шауып барады. Әкетай, жақсы ағайды сіз қайдан білесіз? Деді Жомарт. Неге білмеймін? Білемін. Ол сендердің аналарына ота жасаған дәрігер. Өте жақсы адам. Бәрі мақтайды. Қолы алтын хирург дейді. Құдай жар болып сендердің шешелерін осы кісінің қолына түсті. Тәжірибелі дәрігер екен. Адаммен сөйлесуінің өзі бөлек. Дәрігер? Мә, солай ма? Ол ағай деген маған Аллаға анашым жайлы айтып, көмек сұрауыма мына айфоның берді. Бұл қазір сенде қайдан жүр? Қымбат дүние ғой өзі. Қалай дейсің? Айфон? Дейсің бе? Аты әдемі екен. Айдан басталатын бір түрлі қазақ естіле ма? Менің ай күнімдей, деп әкесі ұлының сөзін бөлді. Оның не деп жатқаның жөнді ұрықпағандай кейін танытады. Жақсы ағай, жаңа келгенде сыйлап кетті. Енді сен ауыра қалсаң да осы телефонмен Құдайға хабарласасың. Енді біздің үйде ешкім ауырмайды. Нымай, телефонмен Құдайға хабарластым деймісің? Деп әкесі үлкі сөздің ұшығын санасынан енді өткізіп, алтындай жарқыраған телефонды қолына алып, әрі-бері аударып. Иә, әке, осы телефонмен мен Аллаға анамыз жайлы айттым. Емдеп, тезірек үйге жіберші дедім. Сөйтсем, бұл айфонның иесі анама ота жасайтын дәрігердің өзі екен. Әке, енді анашым үйге келеді емес пе, солай ғой, иә? Иә, құлыным, ақылыңнан сенің. Қарлығашым, ботам менің, жүріңдер. Табалдырықта не оқып тұрмыз? Ертең бәріміз мамаларына барамыз. Екеуінді көріп қуанып қалсын, деп әке жүрегі елжіреп көңілі босады. Қолындағы жылтырақпен Құдайға телефон шалдым дейсің бе? Балам-ай, өтуге болады ма екен? Деп сөйлеп, басын шайқап күліп барады. Шіркін-ай, періште пейіл құлындарым-ай. Жасаған сендердің осы бейкүнә болмыстарына бола ай күнімге өмір сыйлаған шығар. Баламысың деген, Аллаға телефон шалуға болады ма? Періште жүрек-ай. Әйтсе де, айфон, ай күн, қызық екен-ей. Жомартым менің, сенің періште үнінді естіген Алладан айналдым, деп те ойлап, қанат әке бәріне шүкір қылды. Бұл оқиғаның қиюы келісіп, әдемі өрілуі Қазекемнің құдайсыз қурайсынбайды деген сөзінің тағы бір дәлелі. Ойлыға ғибрат екен.